Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Канело мен жеңілмеген кубалықтың айқаста жаңа абсолют чемпион анықталды. Эр-Риядта Саудия Арабиясы мексикалық супержұлдыз Саул Канело Альварестің қатысуымен бокс кеші өтті. Әлемнің абсолют чемпионы атағы үшін өткен жекпе-жекте оның қарсыласы кәсіби рингке әлі жеңілмеген кубалық боксшы Вильям Скул болды деп хабарлайды. Екінші орта салмақты WBS, WBI және WBO белбеулері иелетін 34 жастағы мексикалық боксшы IBF титуліне ие 32 жастағы кубалықпен жекпе-жекке шықты. 12 раундқа жоспарланған кездесу толық өтіп, Альварес төрешілердің ортақ шешімімен жеңіске жетті. Осылайша Канело қатарында 6-шы рет жеңіске жетті. Барын шешемін, ал Скул карьерасындағы алғашқы рет жеңіліп отыр. Енді қызық болады достар. Жәнібек Әлімханұлы мен Саул Канело Альварестің жекпе-жегін көретін сияқтымыз достар. Енді оны уақыт көрсетеді. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.